Енді 5 қосу 5 дегенде бір формула қолданамыз. Міне бүгін 5 қосу 5 қосу 50 деген тақырыпты үйренеміз. Яғни бірінші сорабанда үйренеміз, екінші арифметикада үйренеміз. Сорабанда бұнда бір формула болады. 10 алға 5 артқа деген. Осы формуланы қолдана отырып, біз 5-ті қосып үйренеміз. Яғни сорабан всегда бірінші шекте оң қолдырады, екінші шекте сол қолдырады. Міне 5-ті қостық, тікелей бірінші 5-ті қосамыз. Бірінші всегда тікелей қосамыз. Бірінші амалда тікелей 5-ті қосып саламыз. Яғни қосу 5. Екінші амалда міне мына формуланы қолданамыз. 10 алға 5 артқа деген формуланы қолданамыз. 5-ті тікелей қоса аламыз ба? Жоқ. Яғни формула бар. Міне мына ондықтар ойнамын бәрі. 10 алға, мына сұқ саусақпен 5 артқасымыз. 10 алға 5 артқа. Тағы да тікелей 5-ті қоса аламыз ба? Иә. Яғни тікелей қосамыз. Тағы да тікелей 5-ті қоса аламыз ба? Жоқ. Яғни формула 10 алға 5 артқа. Сразу бір мезетте қосып жасап беремін. Или 10 алға 5 артқа. Сені жылдан жасау үшін 5 қосу 5 деп жылдан жасаймыз, сондықтан сразу бүйтіп көтеріп отырасыз. Қосу 5. Қосу 5 қоса алмайым, 10 алға 5 артқа. Қосу 5 қоса алмайым, қосу 5 қоса алмайым, 10 алға 5 артқа. Қосу 5. Қосу 5. Мен 10 алға жасауым керек. Дұрыс па? 10 алға мына жасай алмайым, мына жасай аламын. Бірақ та 10 алғаны алдында, помните, қайт жасай бір шарт қосу үшін былай жасаңыз. Міне 10 алға деп осылай кетіп. Мынаның өзі 10 алға, яғни бір шарт қостық. 5 артқа. Қосу 5 тікелей, қосу 5 10 алға 5 артқа. Қосу 5, қосу 5, қосу 5, қосу 5, қосу 5, қосу 5, қосу 5. Міне болды. Точно так же 50. 50 қостық, тікелей қосыламыз. Мына 50 ғой? Қосу 50, тағы да жанындағы шектен қараймыз. 10 алға 5 артқа. Мына жаққа айтып қалмаймыз 10 алға деп. Міне мына жерге қараймыз. 10 алға 5 артқа. Қосу 5, біз әлгі 100 алға 50 артқа деп айтпаймыз. Бір формула ғана бар. Қосу 50, 10 алға 5 артқа. Түсіндіңіз ғой, е? Қосу 50, қосу 50. Егер 500 десек дұрыс алмайды. 500, қосу 500. Қоса алмаймын, яғни жанындағы шектен 10 алға 5 артқа. Қосу 50, қосу 50, қосу 50, қосу 50. Түсіндіңіз ғой, е? Міне бірақ формула. Осы формула арқылы қосу 5 жасаймыз. Енді по арифметикада. Қосу 5, 5 тұр, е? Тікелей қосамыз. Қосу 5 мен тікелей қоса алмайым, сондықтан 10 алға 5 артқа. Қосу 5 тікелей қоса салам. Қосу 5 10 алға 5 артқа. Қосу 5 тікелей қосам. Қосу 5 10 алға 5 артқа. Мынаның бәрі ол ғой. Қосу 5 10 алға 5 артқа. Қосу 5 тікелей қосам. Қосу 5 қоса алмайым ғой тікелей. 10 алға жасаймын. Мына жерге 10 алға жасай алмайым. Мына жерде жасай аламын, алдында үйреткім. 10 алға, 10 алға салып, 4-ті көтереміз. 10 алға 5 артқа. Мына 5 теріп тұрған бүйтіп. 5 артқа. Қосу 5, міне мысалы үшін былай тұрған. 45 болып тұрды. Осыған 5-ті қосам, тікелей қоса алмайым. 10 алға жасаймын мына жақтан. 10 алға 5 артқа. Қосу 5, қосу 5, 10 алға 5 артқа. Қосу 5, қосу 5, қосу 5, қосу 5, қосу 5, қосу 5, қосу 5. Түсіндіңіз, е? 50. 50-ді жасаған кезде жүздіктерді басымызға жинаймыз. Мына 3 шекте жасадық қой жаңа 10 алға деп. Енді 10 алға деп басымызға жасаймыз. 50 тікелей қосамыз. 50 жасай алмаймыз, мына жаққа біреуді қостық. 10 алға, мен балаларға өстіп үйретемін. 10 алға 5 артқа дейін. 100 болды, е? 1 0 0. Қосу 50 тікелей қосам. Қосу 50 10 алға, міне 2 болды уже. Көрдіңіз бе? Баста 2 болды. 5 артқа. Қосу 50. Қосу 50 10 алға 5 артқа. Сонда мен неше өтпейттім? 1, 2, 3. 300 болды. 300 болды, е? Түсіндіңіз ғой, е? Сұрағанда жасадық. 5-тен 95-ке дейін. 100-ден жасадық, е? Еще қосу 50. Енді біз мынандай сандар береміз. 50, қосу 50, қосу 55, 55, қосу 55, қосу 55. Осындай сандарды береміз қазір, е? Енді мынаны түсіріп аласың. Мысалы үшін 50 тікелей қосамыз. Қосу 50. 50-ді қоса алмайды тікелей.
тоқтатып тұрмын. Мына есепті шығарамыз қазір. 50 қазақ айтып қосу 50. 10 алға, 5 артқа. Жанында мынаны ұстап тұрамыз, 50-50 қоса алмай тұрмын ғой. 10 қолыңызбен ұстап тұрсаңыз шатаспайсыз. Жандағы шектен 10 алға, 5 артқа. Мен 50 қостым. Мен мына жаққа жүгіріп кетпеймін. Только мынаны ұстап тұруыңыз керек, сонда шатаспайсыз. Қосу 50-5 дейді. Бірінші 50-ді қосамыз. 50-ді тікелей қоса аламыз. Көрдіңіз ғой, е? Енді 5-ті қосамыз. Міне 5 тұр. 5-ті тікелей қосамыз. Түсіндіңіз ғой, е? Енді келесі 55 қосу 55 қосу 55. Всегда біз бірінші ондықтарды тереміз. Даже ондықтар деген қараңызшы, мына шекте тұр. Көрдіңіз ғой, е? Бірінші ондықты тереміз, потом бірлікті тереміз. Ондықты, бірлікті. 55, қане тереміз 55-ті? 55. Қосу 55. Бірінші 50-ді тереміз. Міне, 50-ді ұстаймыз мына сұқ саусақпен. Мен тере алмаймын тікелей. Яғни жанындағы шектен 10 алға, 5 артқа. Мен 50-ді қостым. Енді 5-ті қосам. 5-ті тоже тікелей тере алмаймын, ұстап тұрмын. 10 алға, 5 артқа. Енді қосу тағы да 55. 55. Түсіндіріп қоясыз. И форсаждар не? Вот мынада ұмытып қаптым, қайсысын қою керек екен. Все темы деп қояйық. Е? Мына жерде произвольный счет. Простой счет емес, произвольный счет. И мынаны бәрін алып тастайсыз, минустарды. Плюстарда только 5-ті ғана қоясыз. И бір таңба алсаңдар. Болды, 5 действие, 4 действие болса, интервал 1,5 секунд. Осыны аласыздағы балаларға бересіз міне. Применить.